Ассалаумағалейкум ардақты көрермен, эфирде ақшам алаңы, студияда Үмбет Әлімейміш. Төмендетілген коммуналдық тарифтің ақысын тұрғындар қашан сезін алады? Монополистер бағаны көтеру үшін не нәрсеге сүйенеді жалпы? Тариф бағасы қанша пайызға арзандады? Бүгін студиямызға Алматы қаласы табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті басшысының орынбасары Бауыржан Қайырбек мырзаны шақырып отырмыз. Бауыржан Берікұлы, қош келдіңіз студиямызға. Кеш жарық метілі. Кеш жарық. Бауыржан мырза, коммуналдық тарифтердің бағасын төмендетуді президент өзі тапсырды. Қазір енді қанша пайызға түсті? Бір-бірден тоқталайықшы. Жылудан бастасақ мәселен. Қазір тұрғындар әр текше метр үшін қанша теңге, қанша тиыннан төлейді? Рахмет. Ең әуелі елбасымыздың тапсырмасын орындау мақсатында департаментпен 2018 жылы үлкен ауқымды жұмыстар жүргізілген. Соның салдарынан коммуналдық қызметтері Алматы қаласында төмендеген болатын бірінші қаңтардан бастап. Ең бірінші газбен жабдықтау қызметін атап өтсек. Оның бағасы 16 пайызға төмендеген. Халыққа 31 теңге 2 тиын құраса, жаңа жылдан бастап 26 теңге 20 тиынды құраған болатын. Бұрын 31 теңге 2 тиын. Ал жаңа жылдан бастап 26 теңге 20 тиын құрады. Яғни 16 пайызға төмендеген болатын. Әр текше метр үшін. Әр текше метр үшін. Оның бірнеше себептері бар. Ең әуелі, ең бірінші. Табиғи монополия субъектілері уәкілетті орынға, яғни бізге жыл сайын өзінің есептерін ұсынуға міндетті. Тарифтің орындалуы бойынша және инвестициялық бағдарламаның орындалуы бойынша. Осы есептерді біз талдауын жүргізіп, осы талдаудың нәтижесінде оның 485 миллион теңге қаражатты меңгермегенін анықтаған болатынбыз. Мысалы, ол Қазтрансгаз аймақ компаниясы халықтан 2 миллиард теңге жинап алса, мысалы, соның 2 миллиард теңгесін күрделі жөндеу жұмыстарына жұмсауға міндетті ол заң бойынша. Алайда ол 2017 жылдың қорытындысы бойынша 2 миллиард емес, 1,5 миллиард теңгені жұмсаған болатын. Ал қалған қаражатты ешқайда жұмсамаған. Яғни осы артық қалған ақшаны қайттан халыққа қайтарып бер деп біз шешім қабылдаймыз. Уақытша өтемді тарифті бекітеміз. 485 миллион теңгеге. Ол бірінші себеп. Екінші себеп осы 2017. Ол қазір қайтарылып жатыр ғой? Иә, қазір қайтарылып жатыр ол. Біз ол шешімді қабылдадық, бұйрықты бекіттік. Осы бірінші себебін толық тарқатып кетіңізші, қалай қайтарылады бұл халыққа? 2017 жылдың қорытындысы бойынша осы газды тасымалдау көлемі өскен болатын. Біз тарифтік сметада бір көлемді бекітсек, осы 2017 жылдың қорытындысы бойынша оның көлемі өскен болған. Яғни көрсетілген қызметтің көлемі өскен. Ал біздің заңға сүйенсек, оның көлемі ұлғайса, біз оның тарифін қайта есептеп, тарифін түсіруге міндеттіміз. Бұл жерде тұтынушыларға 1,5 миллиард теңгені үнемдеген болатынбыз. Осы іс-шаралардың салдарынан нәтижесінде. Үшінші себеп ол осы 2018 жылдың қараша-желтоқсан айларында Қазтрансгаз аймақ компаниясы 2019 жылға өзінің инвестициялық бағдарламаларының құнын 5 миллиард теңгеге төмендеткен болатын. Өз еркімен біздің департаментқа жүгінді. Біз осы өтінді қарастырып, жан-жақты талдау жүргізіп, тарифін қосымша түсірдік. Осы себептердің салдарынан 16 пайызға дейін тариф төмендеген болатын, жаңа атап өттім. Ол бүгінгі күні тарифтер түсті, бірақ барлық қызметтер бойынша бір атап өтетін өте маңызды бір мән-жай бар. Халық былай ойлайды: 1 қаңтардан бастап тариф төмендеді ме? 1 қаңтарда келген бізге шот түбіртегінде бізге тарифтер көрсетілмеген деп ойлайды олар негізі. Бірақ шот түбіртегі 1 ай өткеннен кейін келесі айда ғана ол көрінеді. Яғни қаңтарда келгені ол өткен жылдың желтоқсаны болып тұр ғой. Иә. Қаңтарда келген шот түбіртегі ол желтоқсан айында келген есептемелер. Ал ақпан айында келетін шот түбіртектерде, яғни осы қаңтар айының төмендеткен тарифтері ескеріледі. Сол кезде ақпан айында тұтынушылар уже төмендеген тарифті көреді. Және де осы төмендеген өзінің үнемдеген қаражатын сезінеді. Осының себептері. Енді жаңағы 485 миллион дедіңіз. Ол халыққа біртіндеп қайтарылу керек. Бірақ ақшалай түрінде қолына берілмейді. Ақшалай түрінде қолына қайтарылмайды. Біз осы тарифті түсіру арқылы
тұтынушылар өзінің қаражаттарын үнемдейді, яғни оған осы қаражаттар қайтарылады. Жаңағы үнемдеген ақша. Иә, қолма-қол ақша ешкімге берілмейді. Ол тарифті төмендету арқылы, шот түпіртегі арқылы өзінің қаражатын үнемдейді, яғни осы 485 миллион теңгені қайтарып береді халыққа. Мысалы, егер де біз осы іс-шараларды қолданбасақ, қазір қаңтар айында мысалға газбен жабдықтауға жер үйлер болсын мысалға, 15 мың теңге келу керек болатын. Мысалға. Ал осы тарифті төмендеткен кейін 13 мың теңге, мысалы 12 мың теңге келуі мүмкін. Яғни ай сайын 2-3 мың теңгеден үнемдеп, осы қаражатты бүкіл халыққа, өз тұтынушыларына қайтарып береді. Осы уақытша өтемдік тарифі 1 жылға бекітіледі. Біз оны 1 тамыз айында, 1 тамызда 2018 жылы бекіттік, ол 1 жылға бекітілген. Яғни 1 тамызда осы бүкіл қаражатты қайтарып береді толығымен. Қайтарып беру. Демек келесі жыл қайтадан жаңа газдың бағасы қосылады. Мүмкін біз оны қайттан қарастырамыз. 2018 жылдың қорытындысы бар әлі. Соны зерттейміз, талдаймыз. Мүмкін осы 18 жылы тағы да кейбір іс-шараларды орнамаған шығар. Күрделі жөндеу жұмыстарын орнамаған шығар. Дегенмен осы тарифтің құны бойынша қалады деп әлі айту ерте. Иә. Жақсы. Ал арзандаған коммуналдық тарифтердің ішінде тағы қайсысы бар жаңа? Газбен жабдықтаудан басқа? Осы газбен жабдықтау қызметіне тариф төмендегені тікелей жылу энергиясымен және ыстық суға өзінің ықпалын себебін тигізеді. Яғни жылу энергиясының өндіру тарифі осы газдың бағасының тәуелді деп болады. Тікелей тәуелді. Мысалға бізде Алматыда ТЭЦ-тар бар, қазандықтар бар. Олар жылу энергиясын өндіру үшін және де ыстық суды өндіру үшін осы қазандықтар қыздыру үшін газды қолданады. Газдың құны осы жылу энергиясын өндіру тарифін өз құнында 60-70% құрайды. Яғни осы газдың бағасы төмендесе, жылу энергиясы мен ыстық судың тарифі де төмендеуге тиіс. Біз осыны ескердік. Сонымен қатар. Ал осы жылу мен жаңағы ыстық судан қанша теңге үнемделіп отыр? Халыққа қайтарылатыны бар ма бұл жерден? Иә, бар. Ол қанша сома құрайды? Жалпы осы барлық коммуналдық қызметтер үшін шамамен алғанда 3,5 мың теңге мен 5,5 мың теңгенің арасында. Орташа есеппен алғанда. Себебі әр пәтер, әр үй өзінің шотты бірдегі индивидуальный дейміз ғой? Жеке-жеке келеді әр тұтынушыға. Орташа есеппен алғанда 3,5 мың теңге мен 5,5 мың теңгенің арасында. Демек жаңағы сіз айтып отырған жоспар 1 жылға бекітілген, ол жаңағы жылуыңызға да қатысты, ыстық суыңызға да қатысты болып отыр. Тек қана осы 485 миллион теңге уақытша өтемдік тарифтер. Уақытша өтемдік. Ал қалғандары, мысалға мен жаңа атап өттім, Қазтрансгаз аймақ компаниясы бойынша көлемі өскен 1,5 миллиард теңге, инвестициялық бағдарламасы 5 миллиард теңге төмендеген, ол уақытша емес. Ал жаңағы халықтан жиналған ақшаны өздерінің жоспарларын, жұмыстарын жасау керек деп отырсыздар ғой. Негізгі қандай жұмыстарын жасау керек? Жалпы инженерлік желілерін ауыстыру, монополистер қандай жұмыстарды атқару керек? Не атқарылмай қалды? Тарифтік сметада бекітілген амортизация мен таза пайданы ол күрделі жөндеу жұмыстарына жұмсауға міндетті. Жыл сайын? Жыл сайын. Ескерілген тозылған газ желілерін, жылу желілері болсын, электр желілері болсын, бәрін ауыстыруға, жөндеуге, күрделі жөндеу жұмыстарына жұмсауға міндетті. Кейбір объектілер бойынша, кейбір мекен-жайлар бойынша осы іс-шаралар жүргізілмеген, яғни жөндеу жұмыстары жүргізілмеген. Сондықтан біз оны уақытша өтемдік тариф бекітіп, тарифін түсірдік. Сіздердің құзырларыңызға жаңағы аты айтып тұрғандай бәсекелестікті реттеу керек. Департаменттің құзырына, жұмыстарыңызға. Монополистердің арасында бәсекелестік бар ма? Жоқ. Олар әлде өзара келісіп ала ма жалпы баға жағынан? Жоқ, табиғи монополия деген бұл жерде бәсекелестік жоқ. Тек қана монополия. Моно ол тек қана бір, поле деген осы нарықта бірақ компания осы қызметті атқарады. Мысалға бір үйге екі жылу желісі келмейді ғой. Екі газ құбыры келмейді. Тек қана бір газ құбыры келеді. Немесе жылу желісі келеді. Яғни ол осы тұтыну үшін, осы үй үшін ол монополист болып табылады. Оның альтернативасы жоқ. Сондықтан бұл жерде бәсекелестік жоқ. Бәсекелестік деген ол басқа блок, ол екінші біздің басшының орынбасары бар. Сол кісінің құзырында бәсекелестік, конкуренция, антимонопольная
регулирование деген. Ал баға жағын сіздер қаншалықты реттеп отырасыздар? Олар сіздерге бағаны көтеру туралы өтінім жібереді ғой? Иә. Сіздер қарайсыздар. Қаншасы ескеріледі, неге қарап ескеріледі және қаншасы кері қайтты сондай өтініштерді? Ерекше тәртіп деген ережеміз бар. Бұл ережеде қандай шығындар тарифте ескерілу керек, қайсысы ескерілмеу керек, ненің негізінде біз оны ескеру керекпіз, қандай құжаттарды бізге ұсыну қажет екені бәрі жазылған, егжей-тегжейлі бәрі жазылған. Сол ережелер бойынша заң жүзінде біз тарифтер бекітеміз. Сіздер нені ескеру керексіздер? Бағаны көтеруге өтінім келетін болса. Мысалға, инвестициялық бағдарламаларды көтеруге бізге ниеттенеді. Монополистер жыл сайын өзінің жұмыскерлеріне, өндірістік персоналдың қызметкерлеріне айлығын көтеру керек 7%-ға. Ал жаңа халықтан жиналып жатқан ақша жетпей ме оларға? Барлық ақшалар есептелінген. Барлық ақшалар тариф сметада әр өзінің бабы бар, әр бапқа жұмсалады. Ал негізінен жалпы монополистер тарапынан бұзылатын заңсыздықтардың көбі қандай? Заңсыздықтары, заң бұзушылықтары әртүрлі. Мысалға, қателесіп, артық төлем жазып қою мүмкін тұтынушыларға. Мысалы, біз былтыр 2018 жылы Алматы жылу жүйесін тексердік. Нәтижесінде 1 миллиард 100 миллион теңгені артық қаражат тұтынушыларға жазылғаны анықтап алдық. Осы сұрақтар бойынша қазір сот жүріп жатыр Алматы жылу жүйесімен. Осындай ақаулықтар, осындай заң бұзушылықтар болады. Сотқа көп істер түсе ма? Иә. Жарық болсын, ыстық су болсын. Жаңа анықталған заңсыздықтарға қатысты. Алатау жарық компаниясы бойынша қазір сот жүріп жатыр. Ол яғни энергиямен жабдықтау компаниясына өзінің қызметтерін көрсетуге бас тартқан болатын. Артық осы требование дейміз ғой. Талаптарды қойған болатын. Біз осы заң бұзушылықты анықтаған болатынбыз. Соның салдарынан әкімшілік құқық бұзушылық бойынша хаттаманы жолдадық. Сол хаттаманы бізге келіспеген Алатау жарық компаниясы. Сол себептен қазір сот жүріп жатыр. Жалпы қалада халыққа қызмет көрсететін қанша монополиялық компания бар? 100-ден астам. 105, 110-ға таман. Олардың барлығының міндеттерін сіздер қадағалап отырасыздар және сіздерге жыл сайын бір рет есеп беріп отыру керек. Иә, жыл сайын есеп беріп отыру керек. Бүкіл қаражаттар қай жаққа жұмсағаны, дұрыс жұмсады ма? Мысалға, осы күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізді ма, жүргізбеді ма? Осы барлық есептері бойынша бізге өтінім жолдайды. Біз осы есептерді талдап қараймыз, зерттейміз. Құжаттан басқа факт түрінде тексересіздер ме сол жұмыстарды? Факт түрінде біз оны тексеруге біздің құқығымыз жоқ. Тек қана құжаттар жүзінде тексереміз. Оның бәрі заңда ескерілген, заңда жазылған, қандай құжаттар бізге өтініммен бірге, есеппен бірге жолда қажет екенін. Осы счет фактура дейміз ғой. Счет фактура, акты выполненных работ монополистпен осы жөндеу жұмыстары жүргізген компания арасындағы бүкіл құжаттамалар бізге жібереді. Осының бәрін біз зерттейміз, бірақ өзіміз барып көруге оған құқығымыз жоқ. Сіздердің құқықтарыңыз жоқ. Халыққа қызмет көрсеткеннен кейін халықта оған сай ақшасын төлеп жатыр. Иә. Енді бағана әңгіменің басында айттыңыз ғой. Жаңағы жиналған ақшаның бір бөлігін олар жаңағы өздерінің жөндеу жұмыстарына салып отыру міндетті деп. Енді жаңағы халыққа қызмет көрсететін монополиялық компаниялар өздерінің жұмыстарын қаншалықты жетілдіріп жатыр? Күрделі жөндеу жұмыстарының жүргізуінің негізінде, осының нәтижесінде, мысалға тозу, электр желісі болсын, жылу желісі болсын, газ желісі болсын, осының тозу пайызы жыл сайын төмендеп жатыр. Мысалға, Алматы жылу жүйесі компаниясы бойынша былтыр 63% болса, осы 2018 жылы 62%-ға дейін төмендеген болатын. Ол жақсы көрсеткіш, себебі бұрын күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмеген, осыдан бір 15-20 жыл бұрын. Тек қана қазір ғана жүргізіліп жатыр. Мәселен, коммуналдық ақыны төлеуде қандай да бір жеңілдіктер қарастырылған болсын? Ешқандай жеңілдіктер жоқ.
барлық біздің заңға сүйенсек, табиғи монополия субъектілері уәкілетті органның бекітілген тарифімен жұмыс істеуге міндетті. Осы тарифтен өз еркімен көтеруге болмайды және өз еркімен түсіруге болмайды. Тек қана түсіру үшін бізге өтініммен жүгіну керек. Егер жеңілдік қажет болатын болса, сіздерге өтініммен жүгіну керек болады. Бірақ ол жеке бір адамға жеңілдік істеуге оған құқығы жоқ. Ол жеңілдік істесе, барлық тұтынушыларға бірдей жеңілдік істеу керек. Демек, зейнеткерлерге, әлеуметтік жаңа осал топтарға ешқандай көрсетілетін жеңілдік жоқ. Егер де бір үкіметтің бір қаулысы болса, бекітілген қаулысы болса, осындай зейнеткер болсын, осындай немесе жаңа ұлы отан соғысының ардагері болсын, осындай тұтынушылардың топтарына жеңілдік істеуге міндетті деген бір осындай қаулы болса, немесе басқа бір заң болса, сол кезде ғана біз оны қарастыруға құқығымыз бар. Соғысу бойынша қандай шешімдер қабылданды, тарифтер қалай өзгертіліп жатыр? Бізге Алматы су компаниясы 2017 жылы, 2018 жылдары бірнеше рет өзінің тарифін көтеруге өтінімдермен жүгінген болатын. Біз осы өтінімдерді жан-жақты қарастырып, оның тарифін көтеруден бас тарттық, яғни тарифін бұрын қалпында қалдырдық. Негізсіз деп таптыңыздар? Негізсіз деп таптық. Не себепті? Соңғы рет Алматы су компаниясының тарифі 2014 жылы өзгерген, 49 теңге 60 тиын, суық суға және кәріз жүйесіне 25 теңге 71 тиын болған. Сол кезден бері, 2014 жылдан бері тарифтер өспеген, мүлдем. Оның себептері... Және түспеген? Және түспеген. Жоқ, осы жаңа жылдан бастап тариф түсті. Жоқ, оған дейін? Оған дейін түспеген, оған дейін көтерілмеген. Осы 2009 жылдың бірінші қаңтарынан бастап 10%-ға төмендеді. Олар күрделі жөндеу жұмыстарының құнын төмендеткен болатын. 700 миллион теңгеге. Соның салдарынан осы екі қызмет бойынша 10%-ға тарифтер төмендеді. Енді негізгі халық арзандатылған тарифті осы ақпан айындағы түбіртектен сезіне алады. Соңғы түйін деп айта кетейікші, жалпы барлық коммуналдық шығындар бойынша, Алматы тұрғындарына қанша сома жаңа қайтарылады түбіртек арқылы? Орташа есеппен алғанда 3,5 теңге мен 5,5 мың теңгенің арасында. Одан жоғары болуы мүмкін, одан да төмен болуы мүмкін. Әр пәтердің, әр үйдің өзінің шаршы метріне байланысты, қолдану көлеміне байланысты, соған байланысты оның үнемдеу қаражаты әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ үнемделмей қалуы мүмкін ба? Мүмкін емес. Ондай жағдай тіркелетін болса, анықталатын болса, не істеу керек? Қайда жүгіну керек тұрғындар? Ондай фактілер болуы мүмкін емес. Бірінші қаңтардан бастап тарифтер түсті, бұл түсті. Одан олар өз еркімен көтеруге құқығы жоқ. Бұл нақты бір жылға жоспарланған жоба. Бір жылдан кейін тарифтің осы қалып сақталып қалатын жөнінде сіздер әзірге айта алмайсыздар? Әзірге айта алмаймыз олай. Және қалады деп те айтуға сенімділік жоқ? Иә. Жақсы, Бауыржан Берікұлы, студиямызға келгеніңізге көптен көп рахмет. Рахмет. Құрметті көрермен, бүгін Ақшам алаңы бағдарламасында Алматы қаласы бойынша табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқығын қорғау департаменті басшысының орынбасары Бауыржан Қайырбек болды. Аман сау болыңыздар.